Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгін біз есімдіктердің төртінші түрі өздік есімдігін өтеміз. Сегодня мы пройдем четвертый вид местоимений – возвратное местоимение. Ереже правило. Өздік есімдігіне әртүрлі тұлғадағы өз деген бір ғана сөз жатады. К возвратному местоимению относится одно только слово «свой», «своя» или же «свою». Первое. Бірінші. Басқа сөздермен тіркесіп, иемдену мағынасын білдіреді. Сочетаясь с другими словами, обозначает присвоение. Өз үйім, мой дом, то есть свой. Өз жұмысым, моя работа, своя. Өз кітабы, его, ее книга, то есть своя книга. Өз көлігіңіз, ваша машина, то есть ваша своя машина. Екінші, второе. Өз сөзіне ге жұрнағы жалғанса, онда ол бөтен, басқа деген сөздердің синонимі болады. Если к слову «өз» прибавить суффикс «ге», тогда оно становится синонимом слов «чужой», «другой». Өзге адам – чужой или другой человек. Өзгеге – другому. Третье, үшінші. Өз есімдік көбіне тәуелдік түрде қолданылады. Оңаша да, ортақ та болады. Местоимение «свой» в основном используется в притяжательном виде, может быть и отдельным, и общим. Өзім – я сам или я сама. Өзің – ты сам. Өзіңіз – вы сами. Өзі – он сам или она сама. Өзіміз – мы сами. Четвертое. Өз есімдігі қосарланып та жұмсалады. Местоимение «свой» может удваиваться. Өзін-өзі, сам себя или сама себя. Өз-өзіне, сам себе. Мысалдарды қарастырайық. Давайте рассмотрим примеры. Өз үйім, өлең төсегім. Дороги мне свой дом, своя постель. Өз жұмысын біледі, знает свою работу. Өзгені біледі, знает другого. Өзіне өзі сөз берді. Дал слово самому себе. Осымен сабағымыз аяқталды. Жалғасы бар. Сау болыңдар. На этом наш урок завершен. Продолжение следует. До свидания.